Студент болғалы Сәуленің үйге келгені осы. Киім киесі, жүріс-тұрысы бір өзгеше бапқа түсіп, аудандағы педучилищеде емес, Алматыдағы Қазмуда оқитындай. Қасында жаңа таныс жолдас қызы бар. Сый-құрмет соған әзірленіп жатқан. Әлдекім есік қақты. «Кіріңіз», деді Сәуленің шешесі. «Кел, төрлет», деді іле-шала. Ыржиған ауызды көріп-ақ Сәуле сырт айнала берді. Кешелі бері біліп үлгергені бұл бір байғұс адам. Көріп тұрғанына көңіл жетпейтін көр. Кекесінді де ұқпайтын кем ақыл. Қонақ үстіне келіп қырсыққанын қарасаңшы. Ересек адам езуін жиса қайтеді. Бұл жетсетіндей бұл дүниеде не бар? Жұрт мәдениетке жараған қазіргі заманда да қылығы оғаш. Осы үй оны жақтыра ма, жақтырмай ма жұмысы жоқ. Қасқайып барып қақ төрге отырып жатыр. Сарман әлі келмеген бе? Ылғи осы. Сұрақтан бастап аяғын өзі айтып кетеді. Мамасы да қызық. Ал елпек дейді қазір. Жұмыс уақыты жаңа бітті ғой, келе жатқан шығар. Сәулетай, қазаныңа қарашы, от өшіп қалмасын, деді шешесі. Бастығының алдында құрдай жорғалайтын қуларша бәйек. Адам түсінбейтін әуре. Я туысы емес, я пайдасы тиетін дейтін де емес. Түтесі шыққан жарымжан. Сүйреп жүргені соқа басы. Жүгі де жалғызстандық. Көшіп келді дегені күлкіңді келтіреді. Жұқсыз деп қазақ біреулерге кейіп жатушы еді. Ау маған сол. Оны кеп әке-шешесі өзгеше әуектенеді. Көргеннен құрақ ұшып папасы да келді. «Я, жағдай не болды? Кешегі жұмысқа келістің бе? Саған содан лайығы жоқ», деп жалпылдап жаны қалмай барады. Қалай өзі? Таныс жерлер талайды еске түсіріп жатқан шығар. Әрине, деп әп-әдемі ойлар айтатын адамша бет әлпетін құбылтып қиналған кейіпте Боташ біразға дейін үнсіз отырып қалды. Соның бәрі Сәуленің ойынша өрескел, жасандылықтай жараспайды түк. Баяғы сау-саламат кез қалайша еске түспесін деп Боташ болмашыға бола тағы бір күрсінді. Жас, жақсы шағыңда ортасында шайқап өскен ел-жұртқа қартайған уақытыңда кемтар боп оралу қайдан оңай болсын. Еңсем түсіп, көзім күні бойы кілегейленді де жүрді. Марқұм айғанша өзен десе өліп тұрушы еді. Жағасына барып жарты сағат тұрдым. Қолы босасақ шомылып келейік деп жанды қоймайтын. Сол қылықтары көз алдыма кеп, жас шығып кеткенін де байқамаппын. Жастық деп жігіт кезде жылағанды жек көрушек, қазір ол да кәдімгідей оқиға, көңілдің өзгерісі. Айғанша маман болса, өз ұрпағымның ортасында уағыз айтып, уыздай үйіп отырар адаммын. Ой, сәтсіз өмір оппа батпақ секілді. Ойлай берсең, одан бетер тереңге тартады. Оның рас, өткеннің бәрі өкініш. Сағынтып, жақсылығы да жаныңды қинайды. Әркімге әр қалай ау сол. Көргенімізден де көп қызыққа жолығамыз ба деп, бақытты әсте болашағынан күтеді жұрт. Біз болсақ, үміт арманнан озып кеткен адамдай артымызға алаңдап, бұрынғымызды аңсаймыз. Қандай кереметі тұрса да, кейінгіңнен көз ала алмаған соң, ол да үмітсіздік. Ел сыйы, ел құрметі деп әйтеуір оған дырдаймыз. Атын айтып жүрсе тұрсам, тап соның жалғас тіршілігіндей боп, айғаншамның ғұмырын ұзартатын сияқтымын. Ойлай жорамалы жүйрік сәуегейге айналдық. Анда-санда шерімді айтып, мұңлықты жылатып, ойсызды ызалантып, олардың ойын күлкі, дәм ырызғына өткеннің уын араластырмасам, бір ісім бітпей тұрады. Ешкімнің қызық қуанышын қызғанбаймын, тек бірақ көрсін. Қызығын жоғалтқан адамның хал-қадарын біле жүрсін деймін былайғы жұрт. Тас мүсін ескерткіштер толып жатқанмен тірі біздердей тебірентемей елді. Көзіне шұқымасаң көрмейтіндер бар, құлағынан тартпасаң тыңдамайтындар бар. Жә, қойшы. Сәулетай, тамағыңды әкел. Ескі жарасыздаса әңгіме десеп, мұң шерімді тарқаттым ғой біраз. Шіркін, зулап өтіп бара жатқан заман. Кешегі тобықтай ғана қыз бүгін бізге тамақ даярлап жүр. Ас үйге өтіп бара жатып, Сәуле оған алая бір қарады. Ұнатпаған адамның отырлы сөйлегені тіпті долдандырып, жақтырмағаны жасыра алмады. Боташ бүгін де қонды. Папасы екеуі бір кәдір ішіп, біраз әңгімелесті. Зәуреге сый көрсете алмай, Сәуле өкпелі.
бәрі Боташпен болып бұларға көңіл аудармады. Кіріп шығып жүріп қанша қабақ танытса да әке-шешесі еш ілтипат етпеді. Ашуға ондай булықпас, ызадан жарылып кете жаздаған. Жатқан соң да жайғасып ұйықтай алмады. Әрі ашуға тығылып, Зәуре алдында сағы да сынып, әбден зығырданы қайнап жатқан. Қисалақтап кеп бөлмеге папасы кірді. Соза бір күрсініп қасына отырды. Сәулеш, сәл бері қарашы. Пап, ертең. Сұмдық ұйқым кеп тұр. Зәуреден де ұят. Қонақ қой, қазір ғана ұйықтап еді. Ұйқыдан қымбат демесем, өзім де келмесем, тыңда. Пап, не болды сонша? Сен өзіңді жылан шағып ала жаздағанын білесің бе? Мамам 1000 рет айтқан. Не деп? Жылан шағатын еді, Боташ құтқарды деп. Үйде жатқанның сол Боташ екенін білесің бе? Білгенде қайтем. Қайтушең? Жыланнан құтқарған екен, енді сен жылан боп шақ. Қазақ қыз балаға қорқынышты әңгімені қазып айтпайды. Ұқса, ұқпаса, ұшынып кетсе де айтады. Мен де айтам. Зәуре де естісін, оят. Пап, сен массың. Мейлі, айтатын сөз айтылатын кез. Сенің ессіздігіңді бір Зәуре емес, бүкіл елге айқайлап айтсам аз. Қалқам деп Зәуреге де тіл қатты. Досың ғой, төрелігіңді айтшы. Бұл бір бола бермейтін оқиға. Айтыңыз, әңгіме тыңдағанды жақсы көрем деді. Зәуре дереу ықылас білдірді. Сәуле сыздап үндемеді. Айтамын, айтпасам ашудан атылып кетуім сәт. Былай ғой қалқам, өздеріңдей жас едік сонда. Боташтың айғаншасы бар, бәріміздің болып ақ тұрған шағымыз. Ол кезде аттан жығылмаса қазақ ақсайтындай басқа себеп жоқ. Бір жайды бастан аяқ айтайын. Осы Сәуле 6 айлық бала, енді отыра бастаған. Ұмытпасам, август айы еді. Жан-жағын көрпемен қомдап, Сәулені жағаға отырғыздық та өзіміз шомылып жаттық. Кенет айғанша қатты бақырып жіберді. Қасына жеткенімше суға сылқ құлады. Қорқақ еді марқұм. Жылан шағып алды ма деп жабыла көтеріп алдық. Сөйтсек, иегі әрең қимылдап, жағаны меңзейді. Жалт қарап жаным қалмады. Білектей қара шұбар жылан Сәуленің аяғын бойлап, төсіне қарай енді көтеріліп барады екен. Өз балаң өлгелі тұрғанда ара түсе алмағаның қорлық. Мамасы жылап мүлде есімді шығарып жіберді. Жалаңашпын. Жетіп баруға жыланның түсі суық. Таспен ұруға тағы болмайды. Үркітсек, Сәулеге тап, шапшып оралатын сияқты. Жылан жылжып жоғарылап барады. Кеудесін ораған көрпеден өтсе, тамақ тұсы жалаңаш. Шақса, тіл тартпайды. О, қатты жылан. Қауіпті сезгендей Сәуле шырылдап кетті. Қолымен ұстай алса ғой құрығанымыз. Даусын естіп шыдай алмай, ес-түссіз ұмтылдым. Жағаға шыға алмай жүз сүрінген шығармын. Батыл екен, Боташ қарғып қасына барды. Шақпақ болды ма, қашпақ болды ма, әйтеуір көз ілеспеді. Жылан балтырына шап орала кетті. Тағдыр дегеннің өзі тәлкек нәрсе. Бірде оттан күймей шығасың, кейде отқа көріп тұрып өзің құлайсың. Қандай сәттілік десеңші, жыланның басы дәл өкшеге түсіпті. Құйрығымен ұрғылап құтыла алмай әлек. Қимылға дәт жоқ, құр шу-шу етеміз. Ақыры Боташтың жалаңаш өкшесіне жаншылып өлді. Апырмай, адам сенбейтін сұмдық. Көріп отырсын ғой халқам, сол адамды Сәуленің қалай қарсы алғанын. Пап, сонша ұрсатындай не қылдым тегі? Қызының сөзін құлағына дәлмеді. Қабағын, қимыл әрекеттерін көргенімде жерге кіріп кете жаздадым. Жақтырмайды. Тап оның әлі тірі жүргеніне тыжырынатындай. Сый құрметін ешкім сатпайды. Сонда да ел боп еркелетіп жүрген адамға ілтипаты жоқ. Мұндай бала өсіргенім маған да ұят. Түсінсең, Боташтың тірі жүргенінің өзі тамаша ерлік. Талайға келдік, тәжірибе көрдік. Қан кешіп жүріп күлетіндер бар, қан төгіп тұрып күлетіндер бар. Тұқым тұяғынан түгел айырылып, қаңқайып қарабасы қалса да терең күрсініп қойып тағы тіршілік етіп жүргендер бар. Қанға шыланып жатқан адамды көріп ақ жынданып кеткен және көп. Жан күйттеген адамға жасырынатын қуыс жер бетінде аз ба? Құр жанбағыз кімнің қолынан келмейді? Боташ бір өзге адам. Үй болам, отбасын құрам десе, қолынан ол да келіп тұр. Айғаншам деп аһ ұрады,
аруағын сыйлап әлі жүр. Сөгеріңді де білмейсің, сүйсінеріңді де білмейсің. Аңыз үлгі етпесең, ғайбаттаудың қай реті бар? Басынан баяғыда өткен бақытты шағы жанына әлі күнге дейін тығылшық. Қияли дүниені бүкіл кереметті қолына ұстап тұрса да, кейбіреулердің кейістігі көрге дейін тарқамай кетеді емес пе? Қолын сілтеп қақарланып орнынан қарғып тұрды. Қалқам, сен де, Сәуле, сен де аз жаста емессіңдер. Айтсын ана шешесі, Айғанша мен Боташтан әулие емессіңдер. Таңға ұйықтамасаңдар да тыңдаңдаршы соны. Көп ұйықтағаннан кемеңгер болған ешкімді көргем жоқ. Соны айтты да сарман кетті. Қыздар үнсіз. Ұйқыны ғана бұзса бір сәрау, ойларына у құйып кеткендей. Айып естігендерінен де ыңғайсызданып, Айғанша жайлы біле түсуге де әуестеніп, қыздар екідай әуреге қалды. Жылан елестеп жатқанын қараш. Мен де қорқып жатырмын. Әлдене ыз еткендей болды. Ол не? Екеуі де жым-жырт. Әсіресе Сәуледе зәре жоқ. Екі көзі есік жақта. Жұмсақ бірдеме жылжып келе жатқандай жыбыр-жыбыр. Шұбатылған есік перденің астынан шұбар жылан шылт ете түскенде шыңғырып жіберді. Тітіркеніп мамасының құшағында отырып та сескене берді. Көзімен көрген шұбар жыланды мамасының аяғындағы үй тәпішкесі дегенге тегі сенбейді. Мам, папамның айт деген не? Көкем-ау, көп әңгіме ғой ол. Боташты жақтырмағаныңды көріп, папаң саған қатты ренжіді. Бұлқан-талқан бар деп мені төсегімнен тұрғызып жіберді. Папам да қызық, бір рет жыланнан құтқарғанын ғұмыр бойы бешкеш қылама, қайт дейді маған. Ақымақсың, қызым, ақылың таяз. Білместік бе, балалық ба мұның? Боташты ренжіткенің, бізді де ренжіткенің. Басымыздан өткен бірталай қиындығымыз ортақ. Ойын күлкіміз ортақ. Енді қартайғанда ара жігімізді ашпа жаным. Әңгімеңізді айтыңызшы деп Зәуре қолқа салды. Айтайын қалқам, айтайын деп келдім ғой. Ол кез еске түссе ұйқы келеме бізге. Бүгінгідей ме жас буыршындай Боташ еді бұл. Қасында жарасып Айғаншасы ол жүретін. Айдың бір толып туған кезіндей әппақ еді шіркін. Асып туған бойында асып тұрған бір міні жоқ, қорқақ еді. Тал түсте тықыр еткенді естісе талып түсе жаздайтын. Кеш қалай батты, есік алдына өлсе шықпайды. Қарыс жер аттаса да қасына Боташты ертіп жүретін. Бала жандықтарында баға жоқ, әсіресе Боташ. Бізден гөрі Сәулені солар көп ұстайтын. Нені аңсасаң сол зәру, баласыз қалатынына көрінгендей, Боташтың бар әңгімесі бала болушы еді. Айғаншадан жүкті болғанның алғашқы белгісі байқалғанда қуаныштан Боташ қалай өзгерді десеңші. Елпектеп, ессіз көбелектей Айғаншасын айнала беретін. Соғысқа аттанғалы тұрып, сондағы айтқан сөздері күні бүгінге дейін құлағымнан кетпейді. Айғаншаның аяғы ауыр дейді. Тап соны мен әлі сезбейтіндей. Қорқақ екенін білесің. Көз қырыңды қатты сал, жалғыз тастама, жанында бол деп қайта-қайта тапсырып жатыр. Өмірдің жолы биіктей беретін бұралаң соқпақ қой. Онымен өрмелеу үшін қолыңнан тартатын аға, қолтығыңнан демейтін іні болса, біраз жеңілдік. Сарман екеуміз кейде Сәуленің жалғыздығын айтып уайымдайтынбыз. Бір ойдан сонымыз күпіршілік екен. Жоқ дегеннен аз дегеннің аты да болса артық. Айттым ғой жаңа, Айғанша жүкті қалған деп. Бірдемеден шошып қалам ба деп өзі де үйден ұзамайтын. Жай күйдің әуеніне төңкеріле бермейтін қысталаң шақ. Қол қусырып қайдан отырсын. Қолайлы көріп қырманға шықты. Мен қасындамын. Ауыр жұмысқа араластырмадық. Тұрағазы дейтін сылтып басатын бригадиріміз бар еді. Сол кеп бір күні Айғаншаны оңашаға шақырып алды. Ойымда ештеңе жоқ. Жұмыс жайы шығар дедім. Өңі бұзылып, бір кез Айғаншам боп-боз болып оралды. Ауданға шақырыпты. Боташ бірдемеге ұшырап қалмады ма екен? Қойш, қайдағын айтпай дедім. Қорқып тұрмын. Тұрағазы өзі алып баратын болды. Бір пәлені бұлдыр сезім байыбына жеткен түгім жоқ. Бұл араға Тұрғазының неғып білініскен ұға алмай далмын. Тұрағазы тағы сондайлар тегі маған ұнамайтын. Жұмысты жаны қалмай-ақ істеп жатады, ерінбейді. Жамандығы сол жесірлерге, кей қыздарға қыбын қауып қолқасын өткізетін. Мына қылығы да маған күдік тудырды. Айғаншаны түн ұзақ күттім. Таңға жуық қана арбаның тықыры естілді. Жүгіріп шықсам, Айғаншаны әкеліп тастапты.
аң-таңмын. Мұндай адамшылықтың Тұрғазыға қайдан дари қолғаны маған жұмбақ. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Бұл Боташ білмеуге тиіс құпия. Мұны оған айту көрді қайта ақтарғандай қылмыс. Өнеге үшін ғана айтам, ауыздарыңнан шығарып алма. Ел ғой, естір, естісе де өзгеден естісін. Содан Айғаншам босағаны аттай бере ағыл тегіл ал жылады кеп. Қой деп қойдыра алсамшы. Боташ та Сарманды аман есен сұрасам солай дейді. Енді неге жылайсың десем, одан бетер өкіреді. Булығып бір сөз айта алмады. Кейін түсіндім, әңгіме былай болған екен. Ауданға оны алдап апарыпты. Басқарма елдің Тұрғазы үстінен арыз жазып, қылмысын Айғаншаны куәгер қылыпты. Бір мосқал әйел өйтіп айт, бүйтіп айт, ананы көрдім де, мынаны көрдім де, мынаны білдім де, содан да саған сөз келмейді, әйтпесе өзіңді әурелейді, соттайды. Әуелі деп әбден үрейлендіріпті. Кейін естісем, ол әйел Тұрғазының жемтіктес біреуінің жұбайы көрінеді. Күні бұрын келісіп, Айғаншаның аңқаулығы мен қорқақтығын кәделеріне жаратпақ екен. Оның аяғы да аз оқиғаға айналмайтын еді. Сонымен қойшы әйтеуір, қайтар кездерінде кеш батып қараңғы үйіріледі. Қаладан шығар ауызда Тұрғазы таныс біреулердікіне түсіп қалмақтай қабақ танытады екен. Айғанша қайта бер дейді, өзің дейді. Қараңғы түнде жалғыз кетпесін жақсы білет, қасақана ғой. Өйтері бар, о бастан неге арба кешсіз шығады. Айғанша байқұш амалсыз, қорқам, қайда барсаң да қасыңда болам десе керек. Тұрғазы оны тілегі деп түсінеді. Солай түсінді ме жоқ па, әйтеуір өзің шақырдың дегенге жыққалы тұр ғой. Құдайым-ай, қыздар, сендерге қалай түсіндірсем екен. Қарап отырып күнәға баттым-ау. Бопты енді, ұлы сөздің ұяттығы жоқ шығар. Содан жол үсті қол жүгіртіп қонып-ақ қалатын едім, баратын жерімнен жырып әкеткен өзің деп Тұрғазы тіке қинауға көшеді екен. Жаңағы жалынғанының жамандық астарын енді ұғып Айғанша ала сұрып сасады. Жапандала, жалғыз арба, ара түсер адам жоқ. Түн құшағында тек екеуі. Кім білет, қорқақтығынан да болып әлсіздік жасап алды ма, қайтерін білмей бір сәт дағдарып қалған-ау жазған. Жердің жарығын тілімен жамайтын тым ділмәр еді. Сол бір ғана сәтін сом бригадир пайдаланып үлгеріпті. Айғаншаның соры сол түннен болды. Оңалмады, оңай күйреді. Өйтіп арамданғанша қорқып өлсемші, әдейі шақырып өзім көнгендеймін. Ақтала да алмайтын ақымақ болдым ғой деп күйінетін еді. Қылмысын көрген кісі жоқ, өсектеген ел де жоқ, тек өзі ары тыныштық бермеді. Бір күні былай дегені әлі есімде. Боташтың бала жандығын білесің. Аман есен босансам, баласы саған аманат. Оның бетіне енді не деп қараймын? Қарабет болғанша қаңғырып кеткенім жақсы. Өзіңді өзің қазбалай беріп қызық екенсің. Қатеңді өшіріп қайта бастайтын өмір жоқ. Бар күнәңді мың жақсылығың жуып-ақ кетер әлі деп қанша жұбатсам да құлағын әлмеді. Ауыр күнә екенін о баста ойламаппын. Атып өлтірсе обал жоқ. Оқ пен оттың ортасында ол жүр. Мауыққандай менікі мынау. Жуып шаятын кір емес. Күнә деген көрге бірге кетеді. Мен риза болсын десең, мұнымды әйтеуір өлгеннен кейін де оған айтпа. Қойшы қайдағы пәлені. Боташың аман келсе, күнәң қараң қалсын. Сұлық бір ойға кетіп, содан ары сөйлемей қойған. Ертесі ме екен есімде жоқ. Тұрғазыны төңіректеп әдейі тиіскендей сәтін аңғарып қалдым. Күні бойы жанымды күдік жеп жібере жаздады. Сол кеш қорқақ Айғаншам қалт өзгеріпті. Өзің қайта бер, артыңнан барам деді. Өкпем де бар, таң болып тіл қата алмай тағылып қалдым. Әсте одан күтпеген қылығым. Өкпелеп кейіп нем бар еді, қасынан сонда қалмай қойсамшы. Ойдың әбігерімен үйге де жеткенім сол, ол да артымнан алқынып келді. Үй қара көлеңке, көзім алғаш ештеңені ажыратпады. Шам жағып шошып кеттім. Қолы қан, көйлегі жыртылған. Ойбай, не болды? Үн-түнсіз төрге аунай кетті. Ауырсынып үйге әрең жеткендей. Жан даусы шығып, қыл бұрау салған құлындай шыңғырды. Ішін ұстап, шегі суырылардай ышқынды. Жан ұшырып көршілерді шақырдым. Қап, қиын жағдай екен. Қала ма, қалмай ма жаны? Баласы қозғалыпты десті.
Құлағым шыңылдап, көзім қарауытып, кей-кейде үй тола кісіден бірде-бірінің бет-аузын аңғара алмай кетем. Сау етіп бір топ адам сол әлектің үстіне кірді. Өң жоқ, бәрі үрей. Күбір-күбір көбейіп кетті. Оға алмай алақтап тұрғанымда әлдекім құлағыма сыбырлады. Қойманың артынан Тұрғазының біреу тауып алған екен, қан жоса ойбайлап жатыр дейді. Арбамен ауруханаға кетіпті. Естіген сөзімді екшей алмай есеңгіреп тұрмын. Арпалысып айғанша жатыр. Ішіндегі бала әжептәуір қатты ышқынғанда бұлтиып тұрған бала біресе қуғына түсіп, біресе барып тура алқымына тығылады. Көргенім құрысын, көз алдымнан әлі күнге кетпейді. Қай уақыт екенін Құдай білсін, кенет есіктен 2 милиция кірді. Жолдарын бөгеп кес-кестей бердім. Көзім айғаншада. Азаптан өңі адам таңғысыз, жан таласып, өзін-өзі жұлып жеп жатыр. Бірдеме дегесін бұрылып едім, 2 милицияның көздері шатынап шығып барады екен. Қайта бұрылғанымша айғанша жүріп кетіпті. Солай үзілген өмір еді. Боташ соғыстан 42-ші жылы қайтты. Кемтар, қазіргісіндей. Жүкті қалғанын білет. Ақ сазандай ұлымды көтеріп алдымнан айғанша шығар деп үміттеніпті. Ол түгіл, ұлыға ниет жоқ. Тігісін жатқызып жағдайды айттық, жасырдық, жұқаладық. Қорқақтығына жауып күдігін сейілттік. Тұрғазы жайлы тереңдемедік. Тірілерді атыстырып не таппақпыз? Жұртта бірақ жорамал көп. Төңірек дегенімен тап басқаны анық емес. Кімге иланарын білмей, жұрт қырықсақ. Өсекті құрап айтатындар да, болжап айтатындар да бұл шындықтан аулақ. Елдің елдігі де шығар, ауыр сөз айтпай аяп жүргені. Боташтың сырын бәрі білет. Айғаншасын даттауға дәттері шыдамайды. Аңыздағыдай ақ ұрғанын көріп отырып, қай шіркіннің аузы барсын. Ұзақ жыл ел ішінде болмады. Қуып барып айтқан адам жоқ. Елге кеп енді естімесе. Аянышты екен деп Зәуре соны айтты. Сәуле сол үнсіз қалпы. Өте аянышты екен деді қайталап. Бірақ әттең бекер істепті. Нені деп Сәуленің мамасы шоршып кетті. Айғаншаны айтам деді Зәуре. Күнәға батқан жерде үзіле берсе, онда өмірдің осал болғаны ғой. Ойлап қараңызшы, ақылға жеңдіріп ұстамдылық етсе, баласы да боп күйеуі де келмек екен. Өткеннің өкінішіне бола, келешекті өстіп күйдіруге бола ма? Айтуыңызға қарағанда, күйеуінің қайғы мұңына да сол кісінің өлімі көп себеп. Қой шырағым, сөкпе өйтіп. Әйел затында айғаншалар сирек. Сендерді оған өлсем теңемеймін. Әр түзеп біреуге ұнағанды бұл күнде мәртебе көресіңдер. Әлдекім көзін сатып, көңіл аударса, айғанша ұялып өліп кете жаздайтын. Ол дұрыс қой, бірақ бір ағаттыққа бола бүкіл өмірден бас тарту білгірлік бола ма? Күнә кімде жоқ. Сол күнә ал көміліп қалғаннан гөрі оны ісімен көміп тастаған адам үлгі емес пе бізге? Ақ болам, адал болам деп жарын аямағанын айып емес пе қайта? Сүйген адамы сол күнәсін кешіретін еді, қазір мүмкін ойнап күліп қасында отыратын беді. Оның да рас шығар. Кінә іздесең кімнен шықпайды? Айғаншаға үкім айту үшін әуелі оның ұғым дәрежесіне үңіл. Ілбу тіршілікті місе тұтпады ғой марқұм. Бойындағы бір шөкімдақ соған бүкіл әлем үңіліп тұрғандай көрінді. Зәуретай, сенің де айтқаның саналы ой. Шынында күнәсін жасырып күле білу де ерлік. Керек десең, ерліктің үлкені кісі өлтіру. Мұны бірақ мақсат пен мезгілге байланысты бағалаған жөн. Ал әркім тірі қалуға ұмтылса, жаннан тәтті нәрсе жоқ. Әліне қарамай аспанда бойлағаны несі демесең, айғаншаның айыбы қайсы? Қан кешіп жүрген боташымның, ел қорғаған азаматының арын былғағаным, қысы талаң шақта елімеде істеген обастығым деп ұқты. Өз ұятына сөйтіп өртенді ғой жас. Оны қинаған ешкім жоқ. Өйтіп ойлантқан өз ары, өз ожданы. Тірі біздер таразыласақ, оның әңгімесі тарау-тарау. Айғанша бірақ бізше емес, өзінше өз биігінен ой түйді ғой. Бір оның асқақ ойлағанынан қай дүние өзгеріп жатыр. Құр әншейін әсіре қылық десең де, сөз тегін, сені кім тияды? Дегенмен бір сәт айғаншама ойлап көріңдерші. Бір адамға қылғаның еліңе де опасыздық боп шықса, қайтер едіңдер сонда? Өле қалу ол да үлгі емес шығар. Әйткенмен әйтеуір тірі болайықшы деп.
соқыр тәуекелді сүйемелдеу қылмыссыңдар. Жоқ әлде жан сақтаудан өзге жоғары мүдде жоқ па сендерге? Қыздар жерге қарады. Жай нәрсенің осынша ауыр әңгімеге айналып кеткені екеуіне де қолайсыз. Тек Зәуренің көкейінде Тұрғазы тірі ме қайда деген көлеңке тұрды. Білгісі келсе де сұрауға батпады. Ол жайлы сөз Сәуленің мамасына соққы болып тиетін сияқты.